Интернеттің пайда болуымен адамзат прогрестің жаңа дәуіріне өтті. Жасанды интеллект немесе робот сияқты нәрсе біз үшін жаңа емес. Үйде және жұмыстағы роботтар ешкімді таң қалдырмайды. Дегенмен бұл прогресс күлкілі және қызықты жағдайсыз өтпейді. Или просто так легко говорить с тобой, у тебя такая светлая голова. Буквально. Я думаю, мы можем быть друзьями. Давайте немного пообщаемся и узнаем друг друга поближе. Теперь вы в моем списке друзей. Бұл бейне-видеода біз сіздерге роботтардың ең күлкілі оқиғаларын көрсетеміз. Жайғасып отырыңыздар. Ханымдар мейкапқа көп уақыт жұмсайды. Келісесіздер ме? Ал егер робот олар үшін мейкап жасап берсе, қалай қарайсыздар? Мысалы, ерін далабын жағып берсе. Менің ойымша, бұл туралы айтуға әлі ерте. Сіз өте іскер әрі пысық адамсыз. Тамақты дайындауға уақытыңыз жоқ. Дегенмен, денеңіз энергияны талап етеді, тамақ сұрайды. Сіз тамақ дайындауға еш уақытыңыз жоқ. Олай болса, бұл робот дәл сіз үшін жасалған. Бірақ бұл мұны әзірше дұрыс жасай алмайтын сияқты. Кем дегенде ол өте қатты тырысады. Бойдағы күш жігерді барынша салады. Адам, бұл печеньені же, оны жеп ал, же дедім. Мүмкін біз болашақ әлеміне терминатормен кіреміз. Печеньені жей ғой, оны жеп ал. Boston Dynamics роботтарды танымал өндірушілердің бірі. Әрине, интеллектуалдық роботтарды тестілеу әрқашан сәтті өтіп тұрмайды. Мысалы, мини-роботтың бұл ескі үлгісі сусын әкелу қызметін дұрыс атқара алмай тұр. Мүмкін ол сусынды өзіне қалдырғысы келіп тұр. Ал кем дегенде ол Атлас атты робот сияқты сахнадан құлаған емес. So I want to show you one of the robots. Oh, get wrecked. Дөңгелегі бар кетчуп бөтелкесі ше. Енді кем дегенде соус салып береді. Одан артық не керек? Сіздің сүйікті тағамдарға әрі үстелге кетчуп жағатын көмекші робот. Бүгінгі таңда көптеген салалар толығымен автоматтандырылған. Роботтар автомобильдерді жинайды, шоколадты орап береді, тіпті пиццаны дайындайды. Қарсы алыңыздар, бұл пицца пісіруге арналған робот. Ол оны томат тұздығымен майлайды. Оны пешке салып, картон қорапшасына салады. Одан әрі кесіп береді. Сондықтан оларды құю цехтерінде қолданылады. Бірақ оларға бұл ұнамайтын сияқты. Бұл бейнеде адам иесінің іс-әрекеттерін орындауға қабілетті қазіргі заманғы бионикалық протезі. Не істей алатынын көрейік. Attendez, parce que... non, visiblement, ça ne marche pas. Attendez, est-ce qu'il y a mon aide-soignant qui est pas... Est-ce que vous pouvez m'aider? Ouais, voilà. Parce que c'est le... Patrick, vous avez pas perdu là? Сіз робототехникадан алыс болсаңыз да, адам роботты мазақ еткен бейне көрген боларсыз. Алаңдамаңыздар, олар бізге ренжімейді, әзірше.
Ал роботтар адам бұйрығын тыңдамай қойса не болар? Бұл көтеріліске айнала ма? Егер олай болса, ол көп ұзамай құрылыс алаңдарынан басталатын сияқты. Ал бірінші құрбаны бетон араластырғыш болады. Somebody's got a big stick. Here comes a big stick. They're going to drown it with acid. Try to kill the engine with water and hit the big stick. It's actually going to work, I think. Oh, there we go. No. Oh, he is now blinded and mad. I can't get All right, now we're going to, now that we've irritated him, thrown him in the hole. It's not going down, it's fighting. Ешкім де, ештеңе де оларды тоқтатпайды. Олар судан, бүрінеден, тіпті үлкен кенептен де қорықпайды. Шынында да адам дабыл соққан жөн сияқты. Кейбір елдерде робототехника өте тиімді қолданылуда. Мысалы, $5000 тұратын Қазақстандағы пилотсыз ұшақ тұсаукесер кезінде бірнеше секундқа ұшып, лезде жерге ұмтылып апатқа ұшырады. Дегенмен, бұл ұшақтың жаңа моделі сәтті ұшты, барша бұған мәз болды. Тут почтовый дрон как раз снизился и сбросил пакет с газетами, который ускоренно донесли до вице-премьера. В завершении демонстрации операторы аккуратно посадили беспилотник прямо перед высокими гостями и облегченно выдохнули. Келісетін шығарсыз, $5000 деген 5000 теңге емес. Енді қоқыс жинау роботтар жайлы әңгімелесейік. Қазіргі таңда қоқыс жинау қолмен емес, робот көмегімен жасалады. Бір қарағанда бәрі жақсы жүріп келе жатқан сияқты. Күте тұрыңыз, бірдеңе дұрыс болмай жатқан сияқты. Бірақ басқа жақтан қарағанда, мына бейнеге қарап көріңіздерші. Can you give us a quick recap of everything we've seen? Of course. Бұл Honda-ның билей алатын роботы. Ол кейбір адамдардан да 10 есе артық билейді. Бұл робот-гиена кедергілерден өтуді үйренді. Бұл прогресс емес пе?
Достар, видео ұнап қалса лайк қойып арнамызға жазылыңыздар. Келешекте осы сияқты қызықты видеоларды жіберіп алмаңыздар. Баршаға рахмет.